Сәлем баршаңызға. Бүгін картошкадан драники жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, қосылатын құрамы өте аз. Таңғы асқа немесе кешкі асқа жеуге болады. Жасап көріңіздер. Құрамы: картошка, 4 картошка алдым мен, кішкентай болғасын. Содан соң пияз, жарты пияз, 2 қасық үлкен қасықпен ұн, 1 жұмыртқа керек және шым-шым тұз керек. Майонез керек болады, ол пісіп болғаннан кейін майонезбен қосып жесеңіздер болады. Ең алдымен картошкамызды үккіштен өткізіп аламыз. Үлкенінен немесе кішкентай жерінен өткізсеңіздер болады. Мен кішкентай жерінен үккіштен өткіздім. Міне картошканың барлығын және пиязды үккіштен өткізіп болдық. Енді осы үккіштен өткізілген картошканың суы шығатын болса, суын төгіп тастаймыз. Артық суын төгіп тастаймыз. Содан соң 2 қасық ұн қосамыз. Сосын 1 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай көз мөлшерімізбен тұз қосамыз. Барлығын араластырып болдық. Міне мынандай күйде болды. Енді осыны қуырамыз. Пештің үстінде қызып тұрған табаға кішкене мөлшерде сұйық май құямыз. Көп құймаймыз. Осы майымызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майдың үстіне картошкамызды салып қуырамыз. 1 қасық көлемінде салып шығамыз. Қуырғанда міндетті түрде бетін жауып қойып қуырамыз. Міне бір жағы қуырылды, қызарса болды, бізге сразу аударамыз. Міне 2 жағы да қуырылып пісті. Біздің драникилеріміз дайын болды. Енді тәрелкеге салып аламыз. Тәрелкенің астына қағаз қойғандарыңыз дұрыс болады, майын сіңіріп алады. Міне картошкадан жасалған драникилеріміз дайын болды. Өте тартымды көрінеді. Түрінен көрініп тұр дәмді екені. Қазір дәмін көретін болам. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша майонезбен қосып жеуге болады. Қараңыздар, өте әдемі, күшті болып піскен. Дәмі деген өте керемет, күшті болған. Картошка фридің дәмі сияқты болып піскен. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Құрамына қосылатын заттар да өте аз. Барлық үйден табылады.
тез жасалынатын таңғы ас немесе кешкі асқа қолдануға болады.